Говорит Москва. Говорит Москва. Во знаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа установить, что 9 мая является днем всенародного торжества, праздником Победы. Жаутаңдап қарап далаға тұр, көз жасын түсіртіп жана бір, хабарсыз ұлын сұрауға жолыңды тосып ана жүр. Қанша үйдің ұрлады адамын, қанша үйдің сөніп қалды оттары, көрдің бе ұлын ананың соғыстан қайтқан солдаттар. Кешікпей жарын келем деп төрінен сайлап орынды, батысқа қарап елеңдеп, қару тұр тосып жолыңды. Көтерді ауырдың барлығын, адамзат болып, ағырды ақтар. Көрдің бе жарын арудың, соғыстан қайтқан солдаттар. Кетерде солдат жарының, ішінде қалған ана жыл. Көкөнді айтпай танырмын деп бір сәби бала жүр. Қайрылмай қалай кетерсің, хабарсыз қалай ол тоқтар. Көрдің бе оның көкөсін, соғыстан қайтқан солдаттар.